Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін тез дайындалатын әрі дәмді болып шығатын шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен жұмыртқамызды ыдысқа салып, үстінен қантты салып, жақсылап тұрып, миксердің көмегімен миксерлейміз. Аппақ көбік болу қажет, яғни жұмыртқамыз 2 есе көтерілу керек. Мінекей осындай болады. Оның үстіне ертілген сары майды құямыз және де жылы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Одан кейін електен өткізіп өлшеп дайындап алған ұнымызды саламыз. Оның үстінен разрыхительді салып, тағы да миксердің жай жылдамдығымен миксерлейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу қажет. Және үстінен туралып және сыртын ашып дайындап алған алмамызды саламыз және жақсылап араластырамыз. Формамыз менде 24 диаметр пергамент қағазын төсеп, алдын ала дайындап қоямыз. Енді жаңағы массамызды формаға құйып, бетін тегістеп, қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей пирог дайын болды. Қалауынша бетіне сахарный пудра сепсеңіз де болады. Өте дәмді болып шығады.